Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасынан үзінді. Бұл оқиға Сағынай байдың бір жылдығасына ақан серінің құлагермен келуінен басталады. Сағынай бай көз жұмар алдында Батыраш байға өсиет қалдырды. Мен өмір бойы босқындардың басын қосып құл қылып ұстадым. Құлдық десе қолпашта, бас көтерсе басын шап дейді. Бүлікші босқындарды уысында ұстау мақсатында асыр бәйге жасап, бас бүлікшінің басын тіктейді. Ақан сері халқына уа халайық, барлығын құлагердің тілеуін тілеңдер. Егер құлагер бәйгеден озып жетсе, барлығын бостандық аласыңдар деп өзінің шартын жар салды. Қазақ даласының түпкір-түпкірінен келген мыңнан аса сәйгүліктер жолға шықты. Бәйге басталды. Кішкентайынан ақанның қолында өскен, құлагерді талай шауып бәйге жеңіп алған жетім бала сері қамшы салмай жел жақта шалқып тұрғыдай отырды. Көктайғын мен құлагер мыңнан асып озып шықты. Батыраш бай өзінің жеңілісін сезіп, бау кеспе қылмыскерді жіберді. Ол құлагерді тұтқы жолдан туырылдап, мылтықпен атып өлтірді. Атының ажалына арқасы қайысқан ақан аяғасынан өлең шығарады. Бай-ай, құлагерім, тірегі көңілімнің бәйтерегі, бұл жерде қалайша құлап едің. Сандал кермай Қазақ халқының үздік шығармаларының бірін сіз осы сілтеме арқылы оқи аласыз. Тағандарыңызға алғыс білдіремін.